Күндердің бір күнінде Сүлеймен патша алтын мен күміспен көмкерілген ақ ордада отыра жалықтым. Енді маған әдемі қырналған ақ сүйектен, кемігі жоқ қақ сүйектен, ылғи ғана бас сүйектен, сарғай маған жас сүйектен сарай салынсын деп бұйырады. Қанжарлығы екі бола ма? Қаһарлы ханның қайырымсыз жарлығы орындала бастапты. Кезек үш ағайынды үкілерге келіп, патша жарлығы бойынша ең кенже інісі байғыздың сүйегін апарып берер уақытта жетеді. Бірақ қайсар да батыр үкі қан жарлығын орындаудан бас тартады. Ол жапалақ інісін жардың жарығына, байғыз інісін тастың қуысына тығып отыра беріпті. Көкжендет дейтін бір қандыбалақ құс бар екен. Құстарды қыру міндеті соған жүктеліпті. Ол қан сарайындағы кәрі самырықтың ең сенімді қолғанаты екен. Үш ағайындының біреуін алу үшін көкжендет бір күні үкіге жетеді. Келе сала екілене дауыстайды. Балақ жүнің балпиып, жалғыз өзің жалпиып, батырымсып талтиып, құлағыңды қалқитып, екіртіңді салпитып, неге отырсың шалқиып? Үкі үн қатпайды. Көкжендет сестене әкіреңдейді. Қан жарлығын неге орындамайсың? Байғыздың басы қайда? Тап дейді. Үкі қос құлағын тікірейтіп алады да, кет дегендей жуан шеңгелмен сермеп қалады. Жармаса кетсе жазым боларын сезген жендет құс, қап бәлем, патшаға айтпасам ба деп кете барады. Сол бетімен келе жатса, ағасының айтқанын орындамай, тығылып жатқан жерінен шығып, жапалақ жалп-жалп етіп жарбасында ойнап жүр екен. Көкжендет көре салып жапалақтың қасына жетіп келеді де, байғызды тауып бер, сонда патшаның тойына бақыршы болып, тамаққа тоясың деп алдайды. Үкіде жендет құстың артынан қуа шыққан екен, оның жапалақ айтып тұрған сөзін естиді. Айтпа деп ымдайды. Бірақ әрі қорқақ, әрі опасыз жапалақ тастың қуысында тығылып жатқан інісі байғызды жау қолына ұстап береді. Міне, сол күннен бастап жапалақ үкі маңына жоламай кетіпті. Опасыздық жасап, өз бауырын бір уыс жемге сатқан үшін бүкіл құс атаулы жерініпті. Жапалақ көрсең атып ал, жаманнан бойыңды сатып ал деген сөз содан қалған екен. Ал үкі болса, қасиетті құс саналып, оның балақ жүнін қыз бозбала бөркіне тағатын болыпты. Өткен заманда саятшы тор құрып қойса, торына бір кішкене торғай түсіп қалыпты. Оны қолына алып үйіне апара жатса, торғай тілге келіп: мен кішкентай торғаймын, союға жарамаймын. Қапасқа салсаң құса болып өлемін. Одан да мені кең дүниеге жібер. Сол үшін екі ауыз өсиет айтып берейін депті. Кәні айт дейді саятшы. Сонда торғай: жарайды. Онда бір ауызын қолыңда, бір ауызын жерге түскен соң айтайын. Біріншісі, өткен іске өкінбе. Екіншісі, көзбен көрмей, қолмен ұстамай, ешкімге сенбе депті. Торғай жерге түскен соң: ей адам, менің бөтекемде жұдырықтай гауһар бар еді. Мені ұстап тұрып соны байқамадың дейді. Өз ісіне өзі өкінген адам торғайды ұстауға ұмтылыпты. Ал торғай болса, әр жерге ұшып қонып, адамға жеткізбепті. Сонда торғай тұрып: ей адам, айтқан өсиеттерімді түсінбепсің. Қалай ақылың жетпеді? Біріншіден өзім жұдырықтай болсам, менің бөтекеме гауһардың қалай сүйуі мүмкін? Көзбен көрмей, қолмен ұстамай, қалай сендің? Екіншіден, менің қанатым бар, саған ұстатпаймын. Өткен іске өкінбе деп ұшып кетіпті.